Ассалаумағалейкум, құрметті әріптестер және оқырмандар. Сіздерге келесі кезекті және осы видеоны жасап отырмын. Онлайн мектепте табельді шығару немесе табельді баптау бөлімін көрсетіп өтетін боламын. Табельді баптап болғаннан кейін арнайы шығару бөлімін көрсетемін. Яғни екі видео жасайтын боламын. Енді бұлай сіздерге оңай әрі жеңіл болу үшін мына әрекетті көрсетейін. Мектепті табельді баптаулар бөлімі жалпы ол мектеп әкімшілігіне байланысты. Біздің мектепте жалпы сынып жетекшілерге ол мектеп баптаулар бөлімі, жаңағыдай басқару бөлімі, мониторинг бөлімі, басқару бөлімі толыққанды ашық тұрады оларға. Олардың өздері жасап, өздері шығарып ала береді. Енді мына көрген видеодан бөлек сіздерге нұсқаулық қажет болатын болса, қалай орындаймыз деген әрекеттер. Онда төменгі бөлімде жаңалықтар, көмек және нұсқаулықтар бөлімі тұрады. Нұсқаулықтар бөлімінде көрсетіп тұрғандай, оқушылардың жасайын сәйкестендіру, емтихандарын баптау және табельдерді баптау, табельді жүктеу дейді. Енді мен табельді тек қана баптау бөлімін көрсетіп өтемін сіздерге. Табель баптау бөлімін басатын болсаңыздар, онлайн мектеп нұсқаулығы өзі алгоритм бойынша көрсетіп отырады. Так, сіздерге алгоритмнің осының қалай көрсететінін көрсетіп отырайын. Бірінші, табельдерді көрсетілген пәндерді баптау үшін пәндерді көрсету бөліміне өтеміз. Яғни пәндерді есептерді көрсету бөлімі. Келесі батырмасын басасыздар. Келесі батырмасын басқан екен, сол бөлімде табельдерді көрсету бөлімі тұрады. Яғни сол табельдерді көрсету бөліміне өтесіз. Сосын 2022-23 оқу жылы, қазақ, одан кейін сынып таңдайсыз. Так, сыныпты өзіңіз қалауыңыз. Яғни мына жерден бассаңыз. Так, екінші сынып. Так, келесі әрекет. Келесі әрекетке мына назар аударыңыздар. Негізгі пән, таңдаулы пән, пән таңдалмады дейді. Пәндердің ықтималдық мәртебелерін көрсететін белгіштермен танысыңыз дейді. Жалпы осы әрекеттерді танысып аласыздар. Содан кейін осы жерде тиісті батырманы басып әр пәннің мәртебесін таңдаймыз. Яғни мұны негізгі пән болатын болса, негізгі пән. Таңдау пәні болатын болса, таңдау пән. Немесе көрсетілмейтін пәндер бар. Енді мен оны қазір мына нұсқаулықтан кейін жеке түсіндіріп өтетін боламын. Келесі әрекет табельді жүктеп алу үшін оқушының анкетасына өтіңіз дейді. Осымен жалпы табельді баптау бөлімі аяқталады. Аяқтау батырмасын басамыз. Енді сіздерге жаңағыдай белгілі әрекет, алгоритм қайтадан көрсетейін. Есептілік. Есептіліктің ішінде пәндерді есептерден көрсету. Так, соның ішінде табельіне көрсетілуі тұр. Жаңа 2022-23 оқу жылы тұр, қазақ тілі тұр. Енді осының астында бірінші сыныпты таңдаймыз. Сыныпты көрсетеміз. Екінші сынып дедік. Одан кейін қараңыздар. Жаңа негізгі пән, таңдаулы пән, таңдалмады дейді. Осының ішінде негізгі пән ағылшын, әдебиеттік оқу, дене шынықтыру, дүниетану, жаратылыстану, көркем еңбек, қазақ тілі, математика және экология деген ол вариатив сабақ. Оны енді сіз қосқыңыз келсе, табельге көрсеткіңіз келсе, жаңағыдай таңдаулы пән деп көрсетіңіз. Немесе жаңағыдай минус батырмасын бассаңыз, ол табельде көрсетілмейді. Музыка, орыс тілі, одан кейін тәрбие сағаты, оны автомат түрде минус басасыз. Яғни оны табельде көрсетудің қажеті жоқ. Цифрлық сауаттылық мысалы. Бұл музыка, цифрлық сауаттылық, дене шынықтыру, бұның барлығы бағалаудың екінші түрі, ол есептелді, сыналды деген сияқты немен бағаланады. Бағалаудың сол түрімен бағаланады. Ал қалған негізгі пәндердің барлығы жиынтық бағалау түрімен бағаланады екен. Жалпы осы жерден табельдерді баптайсыздар. Баптау әрекеті біткеннен кейін, жаңағыдай айтып өткендей оқушының аккаунтына өту керек болады. Енді оны қазір келесі видеода жасайтын боламын. Міндетті түрде астына сілтемесін қалдыратын боламын.